Сәлем достар, менде бүгін жаңа сериал болады. Бұл видеоның аты «Кедей өмір» деген сериал. Видео басталмас бұрын маған тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Ал мен ендеше есімдерін таныстырып кетейін. Анасы болады, мынау қызы. Бұл қыздың аты яғни Аяру болады. Мынау анасы болады. Анасының аты Асия болады. Мынау хозяйкасы үй 20.000 теңге. Және бұлар кедей болғандықтан осындай үй. Ал біз видеомызды бастайық. Мінеки үйлеріңіз. Аха, рахмет. 20.000 теңге ақшасын беріңіздер. Аха, қазір қызым ақша қайда, сенде еді ғой. Қазір менде ол. Міне анашым мәніз. Аха, мінеки ақша. 20.000 теңге. Аха, бір айдан соң тағы да келем. 20.000 теңге бересіздер. Жарайды. Ал арзан үйімізге кірейік. Мынау үйдеген кір ғой. Туалетке дейін. Мәссаған, мен бұндай деп ойламадым. Менде жинау керек осы үйді. Жарайды қызым, бірінші үйді жинап алайық. Жарайды анашым. Арзан болғаннан кейін осы да. Жарайды қызым, мен туалет жинайын. Ал сен аяқ жинамақ ма? Жарайды. Так, мен аналам, иін аналам. Сен анал, осыны. Мен аналам, сен. Осымен анасы мен қызы үйді жинауға кірісті. Анашым, мен жинап болдым. Менде күшті жопсыз ғой мыналар. Мына ер сынық екен, осы ерге палас төсей салайын. Менде палас бар еді ғой бір артық. Жарайды. Қазір бар. Міне төсеп болдым. Ана күшті шықты ғой. Енді үйде продукты жоқ. Сумкамда 1000 теңге бар еді ғой. Заттарды жайғастырып алайық бірінші. Жарайды. Міне жайғастырып болдық. 1000 теңге ғана қалыпты. Осыған не алып келейін? Тамақтар. Жарайды анашым. Нан саласаш? Так. Бар ғой, осы үйде төсегі жоқ деді ғой. Диван дегендей. Ендеше ақшам жетсе төсектерді алып келейін. Жарайды. Келдім ау. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Мынау төсекте қаншадан тұрады? 1000 теңгеден тұрады біреуі. Қымбат екен, мен ақшам жетпейді. Мынау қаншадан тұрады? Олар көбінесе өтпейді, сондықтан мен 300 теңгеге сатам. Жарайды, жақсы болды ғой. Осы екеуін ала салайыншы. Осы. Міне қазір аздатчысын берейін. Аха, рахмет.